ұнады ма? Иә, өте тамаша, маған ұнады. Қатты ұнады. Қойыңдаршы, онша емес қой. Неге? Ал маған ұнады. Мен ондай кинолар ұнатпаймын. Болмайтын инопланетяндар туралы. Ол да болса тағы да адамдармен амандасуы тек миға қонымсыз. Бұл енді кино ғой. Ондай нәрселер кинода болып тұрады. Костюмдері де онша емес, спецэффектілері де әлсіз. Қоя қойшы болды. Сосын олар ұшатын тарелкаларын неге апельсин шырын толтырып жүр? Режиссер не ойлайды? Түк түсініксіз. Енді бұл комедия ғой? Білмеймін, түк күлкілі емес. Сен инопланетяндар жайлы бекер ойлайсың. Олар шынымен де бар. Иә, бұл шынымен де рас. Көптеген дәлелдер де бар инопланетяндар туралы. Менің бір естігенім, инопланетяндар кейде жерге түсіп тұрады екен. Иә, мен де соны естіген. Менің ағам алдында ұшатын тәрелкені көріпті. Өтірік бәр, ешқашанда сенбеймін, инопланетяндар бар деген дедім. Олай тек қана сен ойлайсың. Елестетіп көрейікші. Сен көшеде кетіп бара жатқанда, алдыңнан инопланетяндар шықса не істейсің? Қорқып қашып кететін шығарсың. Қойыңдаршы, бұл болмайтын нәрсе айтпай. Сендерге не керек? Бізге сенің көмегің керек. Қандай көмек керек сендерге? Біз жерге адамдарды бақылау үшін келдік. Біздің жағармайымыз бітіп қалды. Бізге апельсин шырыны керек. Біз оны жанармай есебінде қолданамыз. Егер сен бізге апельсин шырынын әкелмесең, біз сені екіге лазермен бөліп тастаймыз. Жоқ, ешқандай лазердің қажеті жоқ. Қазір өзім барып алып келем. Сенген деп айтып еді ғой.